Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Қазіргі Қазақстан әлем сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Осындай аз уақыттың ішінде Қазақстанымыз көптеген ірі әлеуметтік, экономикалық, саяси жетістіктерге жетті. Дегенмен бұл жетістіктерге жетуде еліміз көп қиыншылықты көргенін ұмытпағанымыз жөн. Халқымыз бостандықты аңсап, тәуелсіздікке зарығып жетті. Біздің бабаларымыз алапат ашаршылықты, қуғын-сүргінді, дүниежүзілік соғысты көрді. Ата-бабаларымыздың өшпес қайсар рухтарының арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. Біз білектің күші мен найзаның ұшы мен соңғы демі қалғанша қорғап қалған жеріміздің шын жанашыр иесі екенімізді нақты іспен көрсетуге тиіспіз. Ол көшеге қоқыс тастамау, көрінген жерге от жақпау сияқты қарапайым нәрселерден бастап, жалпы халықтық сипаттағы ауқымды экологиялық шаралар арқылы көрініс табуы қажет. Жан-жануарларға мейірім көрсетіп, табиғатты аялауымыз керек. Еліміздің басты нышандарының бірі мемлекеттік тілімізді сақтауымыз керек. Өз еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді, елтаңба, ту, әнұранымызды құрметтеуіміз керек. Өз елінің мемлекеттік рәміздерін сыйламау, өз елін, халқын, тіпті өзін өзі сыйламау болып табылады. Қай жерде жүрсек те туған елдің игілігіне қызмет ету керекпіз. Біз шынайы патриоттық сезіммен рухтанып, қасиетті тәуелсіздігімізді одан әрі нығайта түсу үшін жұмыс істеуіміз керек. Менің елім, гүлім болып, егілімі, жарым болып, гүлім елім, туған жерім менің, Қазақстаным.